Қала шетінде ескі үйлер қатар тізілген тыныш көшеде жалғыз тұратын бір қарт адам бар еді. Оның үйі басқалардан ерекше емес, қабырғалары сәл қақыраған, терезе жақтаулары уақыттың салмағын көтере алмай қисайған, ал ауладағы ағаштар баяғыдан бері күтім көрмегендей жүдеп тұрған. Бірақ бұл үйдің ішінде бір ғана нәрсе өзгермейтін, күн сайын қайталанатын бір әдет бар еді. Әр таң сайын қарт ерте оянады. Таңғы шайын асықпай ішеді, бірақ ойы басқа жақта болады. Сағат тілі 9-ға жақындағанда ол орнынан баяу тұрып, үстіне ескі пальтосын іліп далаға шығады. Ауа райы қандай болса да, суық па, ыстық па, жаңбыр ма, ол бір бағытқа ғана бет алады. Бұл әрекет жылдар бойы өзгермеген. Ол жәшікті ашады, ішіне үңіледі. Кейде бос, кейде жарнама қағаздары немесе бөтен адамдарға келген хаттар. Бірақ ол бәрібір әр қағазды мұқият қарап шығады. Бәлкім ішінде бір таныс жазу, бір танысы есім бар шығар деген үмітпен. Әр жолы ештеңе таппаған соң, жәшікті жай ғана жабады. Бірақ бұл жабу үміттің толық сөнуі емес, тек ертеңге қалдырылған сенім. Қарттың күткені жай ғана хат емес. Бұл кешірім еді. Оның ұлы бар еді. Бір кезде осы үйде бірге тұрған, осы аулада ойнаған, осы көшеде өскен бала. Бірақ жылдар өте бәрі өзгерді. Ұлы ер жетті, өз жолын тапқысы келді, ал әкесі оны түсіне алмады. Қатаң сөздер айтылды. Ашумен айтылған, бірақ жүрекке терең қадалған сөздер. Сол бір күн олардың соңғы кездесуі болды. Есіктің тарс жабылған дыбысы әлі күнге дейін қарттың құлағында жаңғырып тұратын. Ұлы ешқашан артына қарамады. Ал қарт ол сол кезде өз қателігін түсінген жоқ. Тек уақыт өткен сайын ғана, үнсіздік созылған сайын, ішіндегі өкініш тамыр жайып ауыр жүкке айналды. Басында қарт күткен жоқ. Ол ұлы өзі қайтып келеді деп ойлады. Өзі түсінеді деді ішінен. Өзі келеді. Бірақ күндер аптаға, апталар айға, айлар жылға айналды. Ешкім келмеді. Ешқандай хабар болмады. Сонда ғана ол күтуді бастады. Алғашында ол өзі хат жазғысы келді. Қанша рет үстелге отырып қағаз алып қаламды қолына ұстады. Бірақ әр жолды бастай алмай, қайтадан жыртып тастайтын. Қалай бастайды? Кешір деген сөз тым кеш емес пе? Әлде тым әлсіз бе? Ол сөздер оның ішіндегі барлық өкінішті жеткізе ала ма? Сондықтан ол басқа жолды таңдады күтуді. Бәлкім ол жазады деп ойлады қарт. Бәлкім ол да сағынып жүр. Содан бері оның өмірі бір ғана үмітке байланып қалды, пошта жәшігіндегі бір хатқа. Көршілері оны байқайды. Кейбірі аяй қарайды, кейбірі жай ғана түсінбейді. Кейде олар: «Ата, кімнен хат күтесіз?» деп сұрайды. Қарт күлімсіреген болады. Бірақ оның көзіндегі мұң бәрін айтып тұрады. Бір адамнан дейді ол қысқа ғана. Бірақ ол адамның кім екенін ешкім білмейді. Жылдар қартты өзгертті. Оның шашы ағарып қана қойған жоқ, иығы да еңкейіп кетті. Бірақ оның ішіндегі бір нәрсе, үміт әлі сынбаған. Әлі күнге дейін ол әр таң сайын пошта жәшігіне барады. Әр жолы бірдей оймен. Бәлкім бүгін, бір күні күздің салқын таңдарының бірінде жел сәл күшейіп тұрған кезде қарт тағы да жәшікке қарай жүрді. Бұл күн басқа күндерден еш айырмашылығы жоқ сияқты еді. Сол баяу қадамдар, сол тыныш көше, сол таныс жол. Бірақ ол әлі білмейтін еді. Бұл күн оның өміріндегі ең ауыр шындықты әкелетін күн болатынын. Сол күн әдеттегідей басталған еді. Бірақ бір нәрсе өзгеше болды. Қарт оны бірден сезбесе де, ішіндегі белгісіз бір толқу тыныштық бермей қойды. Жел күшейіп, сарғайған жапырақтар аулада айналып ұшып жүрді. Табиғаттың өзі бір жаңалықты сыбырлап тұрғандай еді. Қарт баяу қадаммен пошта жәшігіне жақындады. Қолын созып, әдеттегідей қақпағын ашты. Бірақ бұл жолы оның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Ішінде хат бар еді. Нағыз хат. Жай ғана жарнама емес, газет қиындысы емес, ақ конверт. Сәл мыжылған, бірақ анық біреудің қолымен жазылған. Қарттың саусақтары дірілдеп кетті. Ол бір сәтке сенбей, жәшікті қайта жауып, қайта ашты. Хат сол орнында. Бұл түс емес еді. Ол конвертті баяу алды.
Саусақтары оның шеттерін сипап өтті, дәл бір көптен күткен арманға қол тигізгендей. Жүрегі қатты соғып кетті. Көзі бірден жазуға түсті. Адрес. Ол қатып қалды. Хат оған арналмаған еді. Басқа адамның аты жазылған. Көршісінің аты. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Желдің дыбысы, жапырақтардың сыбдыры, бәрі алыстап кеткендей. Қарт тек бір нүктеге қарап тұрды. Оның қолындағы үміт бір сәтте бос қағазға айналғандай еді. Бірақ ол хатты қайтадан конвертке салып, жәшікке тастай салмады. Ол ұзақ тұрды. Ішінде бір күрес жүріп жатты. Мүмкін қателік шығар, деп ойлады ол. Мүмкін ішіндегі сөздер маған арналған шығар. Тек аты ғана шатасқан шығар. Бұл ой әлсіз, қисынсыз еді. Бірақ үміт ешқашан қисынға бағынбайды. Қарт хатты қолында ұстап үйіне кірді. Есікті баяу жапты. Үй іші бұрынғыдай тыныш. Бірақ бұл тыныштық енді басқаша, ауыр, қысымдайтын тыныштық. Ол үстелге отырды. Конвертті алдына қойды. Ұзақ қарады. Қолын созды, бірақ ашпады. Жоқ, деп сыбырлады ол өзіне. Бұл менікі емес. Бірақ қолы бәрібір дірілдеп тұрды. Себебі бұл хат оның көп жыл бойы күткен жалғыз белгісі еді. Біреудің жазғаны, біреудің жібергені. Біреудің біреуге айтқысы келген сөзі. Ал ол үшін ондай сөздер ешқашан келмеген. Қарт орындықтан тұрып терезе жанына барды. Көшеге қарады. Көршісінің үйі көрініп тұр. Сол үйдің есігіне барып хатты беру керек. Бар болғаны сол ғана. Бірақ аяқтары қозғалмады. Ол өз-өзімен сөйлесе бастады. Неге мен емес? Неге біреу жазады, ал мен ештеңе алмаймын? Бұл сұрақтың жауабы жоқ еді. Бірақ ол қарттың ішін жеп бара жатты. Ол қайтадан үстелге келді. Конвертті қолына алды. Саусағымен аты жазылған жерді сипат. Бейтаныс есім. Бірақ бір сәтке ол сол есімді ұлының есімімен алмастырып көрді. Сол сәтте оның көзінен жас шығып кетті. Қарт хатты кеудесіне қысып көзін жұмды. Бір сәтке ол өзін алдады. Бір сәтке ол сенді, бұл хат өзіне арналғандай. Бірақ шындық ұзаққа созылмады. Ол көзін ашты. Қолындағы хат сол қалпы. Бөтен, суық, жат. Сол кезде қарт бір нәрсені түсіне бастады. Жылдар бойы ол бір ғана нәрсеге сеніп келген, ұлы бір күні жазады деп. Бір күні кешірім сұрайды деп. Немесе ең болмағанда үнсіздікті бұзады деп. Бірақ бәлкім ұлы да дәл солай күтіп жүрген шығар. Бәлкім ол да әкем бірінші жазсын деп ойлаған шығар. Бұл ой қарттың жүрегіне найзадай қадалды. Ол орындыққа жайлап отырды. Қолындағы хат ауырлап кеткендей. Бұл жай ғана қағаз емес еді, бұл оның жіберіп алған жылдарының салмағы еді. Ол терең күрсінді. Сол сәтте ол алғаш рет шындыққа жақындады. Күтумен өткен жылдар ештеңені өзгертпейді. Ал кейбір сөздер айтылмай қалса мәңгі жоғалады. Қарт баяу орнынан тұрды. Қолындағы хатты қайтадан конвертке салып есікке қарай жүрді. Бұл жолы оның қадамы бұрынғыдан да ауыр еді. Себебі ол енді тек хатты жеткізуге емес, өзінің кешіккенін мойындауға бара жатқан еді. Қарт көршісінің есігінің алдында ұзақ тұрды. Қолындағы хат енді бұрынғыдай жеңіл емес еді. Ол салмақ қосқандай, жылдар бойы жиналған өкініштің салмағына айналғандай. Есікті қағу бар болғаны бір қозғалыс. Бірақ сол қозғалыс оның ішіндегі бір шындықты толық мойындаумен тең еді. Ол ақырындап есікті қақты. Бірнеше секунд өтті. Іштен аяқ дыбысы естілді. Есік ашылды. Көршісі орта жастағы әйел таңырқай қарады. Иә. Қарт үндемей хатты ұсынды. Сізге келген деді жай ғана. Әйел хатты алып адреске бір қарап күлімсіреді. Рахмет сізге. Көптен күткен едім. Бұл сөз қарттың жүрегін қарып өтті. Көптен күткен. Ол үндемеді. Бас изеді, жай ғана кері бұрылды. Бірақ дәл сол сәтте әйелдің дауысы тағы естілді. Кешіріңіз, сіз де біреуден хат күтесіз бе? Қарт тоқтады. Бұл сұрақ қарапайым еді. Бірақ оның ішінде бүкіл өмірі жатқандай болды. Ол баяу бұрылып әйелге қарады. Бір сәтке жауап бермей тұрды.
Сосын әлсіз ғана жымиып, «Иә, күтетін едім» деді. «Едім». Бұл сөзді өзі де байқамай айтты. Үйіне қайтып келе жатқанда оның қадамдары бұрынғыдан да баяу еді. Әр қадам бір ой, әр ой бір өкініш. Үйге кірген соң ол бірден үстелге отырды. Бұл жолы ешқандай күмән болған жоқ. Ол жәшікті ашпады. Ол күтпеді. Ол қағаз алды. Қаламды қолына ұстады. Ұзақ уақыттан кейін алғаш рет. Бірақ бұл жолы қолы дірілдеген жоқ. Ол жазуды бастады. Алғашқы сөздер ең қиын еді. «Балам». Ол тоқтап қалды. Көздері жасқа толды. Бірақ ол бұл жолы жыртпады. Қашпады. Жалғастырды. Ол барлығын жазды. Ашумен айтылған сөздерді. Өкінішін, сағынышын, өзінің қателескенін. Жылдар бойы айталмаған кешір сөзін. Бұл хат мінсіз емес еді. Әдемі де емес еді. Бірақ ол шынайы еді. Қарт хатты аяқтағанда кеш батып қалған еді. Терезеден түскен жарық әлсіреп бөлмені қараңғылық баса бастады. Бірақ оның ішінде бір жарық пайда болғандай еді, әлсіз болса да шынайы. Ол хатты конвертке салды. Адрес жазды. Бірақ бір мәселе бар еді. Ол нақты қайда жіберу керегін білмейтін. Ұлы кеткенде ешқандай мекенжай қалдырмаған. Қарт бір сәтке тоқтап қалды. Үміт қайтадан үзіліп кеткендей болды. Бірақ бұл жолы ол басқаша ойлады. Мүмкін мен тым кешіктім деді ішінен. Бұл ой ауыр еді. Бірақ ол алғаш рет одан қашпады. Келесі күні ол қалаға шықты. Ескі таныстарды іздеді. Бұрын бірге жұмыс істеген адамдарды, көршілерді, туыстарды. Біреу бірдеңе білетін шығар деген үмітпен. Көп адам ештеңе білмеді. Кейбірі тек иық көтерді. Бірақ бір қария есіне түсірді. Ол басқа қалаға кеткен сияқты еді көп жыл бұрын деді. Бұл нақты жауап емес еді. Бірақ қарт үшін бұл бір бағыт. Ол бірнеше пошта бөлімшесіне барды. Әр түрлі мекенжайларға хат қалдырды. Мүмкін жетер. Мүмкін біреу табар. Мүмкін. Күндер өте бастады. Бұл жолы қарт қайтадан күтті. Бірақ бұл бұрынғыдай бос үміт емес еді. Бұл әрекеттен кейінгі күту еді. Бірақ уақыт ешкімді күтпейді. Бір күні таңертең қарт әдетінше оянды. Бірақ бұл жолы ол бірден тұрмады. Денең ауыр. Тынысы тар. Ол төсек үстінде жатып қалды. Көзін төбеге тігіп баяу демалды. Ойында тек бір нәрсе болды. Жетіп үлгерді ме екен? Сол күні ол пошта жәшігіне бармады. Келесі күні де. Ал үшінші күні. Көршілер оның үйінің есігі ұзақ уақыт ашылмағанын байқады. Ал пошта жәшігінде тағы да бір хат пайда болды. Күздің салқын желі баяу соғып тұрды. Қарттың ауласындағы сарғайған жапырақтар жерге төгіліп, үнсіз сырғып жатты. Үй іші бұрынғыдай тыныш. Бірақ бұл жолы бұл тыныштықтың артында бір ауыр бос кеңістік бар еді. Көршілер есікті ашқанда бәрі кеш болғанын түсінді. Қарт өз төсегінде жатты. Жүзі тыныш, ауырсынусыз. Қолдары кеудесінде айқасқан күйі қатып қалған. Ол ешқайда асықпағандай, ешкімді күтпейтіндей тек тыныштыққа кеткен еді. Бөлменің бұрышында үстел тұр. Үстінде ашық қалам, бос қағаздың қиындысы және бір көшірме хат. Ұлына жазылған хаттың көшірмесі. Сол хат оның соңғы айтқысы келген сөзі еді. Сол күні түстен кейін пошташы келді. Әдеттегідей ештеңеден бейхабар. Ол жәшікке бір хат тастады. Ақ конверт. Ұқыпты жазылған адрес. Бұл жолы адрес дәл сол үйге арналған еді. Қарттың аты жазылған. Көршісі жәшікті тексеруге шыққанда хатты көрді. Алдымен мән бермеді. Бірақ атын оқығанда жүрегі біртүрлі шым ете қалды. Ол хатты алып біраз уақыт қолында ұстап тұрды. Сосын баяу үйге кірді. Үйдің іші әлі де қарттың иісін сақтап тұрғандай. Әр зат оның өмірінен қалған үнсіз куәгер. Көрші әйел үстелге отырып хатқа қарады. Бұл көптен күткен хат еді. Бірақ тым кеш келген. Ол конвертті ашпас бұрын бір сәтке кідірді. Бұл хатты ашу біреудің жүрегін ашумен тең еді. Ақырында ол ашты.
ішінде бір ғана қағаз болды. Жазу таныс емес, бірақ әр әрпі асығыс, толқыған күйде жазылғандай. Әке, бұл хатты қалай бастарымды білмеймін. Жылдар өтті. Көп нәрсе өзгерді. Бірақ бір нәрсе өзгермеді, менің ішімдегі ауырлық. Сол күні үйден кеткенде мен өзімді дұрыс істедім деп ойладым. Мен ренжідім. Мен сені түсінбедім. Бірақ уақыт өте келе мен өзімді де түсінбей қалдым. Мен де жазғым келді. Көп рет. Бірақ әр жолы тоқтадым. Сен бірінші жазасың деп күттім. Менің ақымақтығым. Әке, мен сені сағындым. Егер бұл хат саған жетсе кешір мені. Егер кеш болмаса мен қайта оралғым келеді. Ұлың? Көрші әйел хатты оқып болғанда көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Бөлме іші үнсіз. Бірақ бұл үнсіздік енді бос емес. Бұл үнсіздік ішінде айтылмай қалған мыңдаған сөздер бар еді. Ол баяу басын көтеріп терезеге қарады. Сыртта сол баяғы пошта жәшігі тұр. Қанша жыл бойы бір адам сол жерден үміт іздеді. Ал үміт ақыры келді. Тек иесіне жетпеді. Көрші әйел үстел үстіндегі көшірме хатты алды. Қарттың соңғы жазған сөздері. 2 хат, 2 жүрек, 2 кешірім. Бірақ олардың арасында кешіккен уақыт. Кешкісін жел күшейді. Ауладағы жапырақтар тағы да ұшты. Пошта жәшігінің қақпағы сәл ашылып желмен сықырлады. Ішінде хат жоқ. Енді ешкім күтпейді. Бірақ бір шындық сол жерде қалды. Кейбір сөздерді ертеңге қалдыруға болмайды.